Турецкий махаббат. Мағрипа, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Не істеп жүрсің сен? Турцияға кетіп баратырмын, жігітім шақырып қоймай отыр. Донор алып беремін деді. Сен түрікше білмейсің ғой? Неменеге білмеймін? Ұйқыларыма чик-чик-чик-чик-чик-чик. Жарайды, онда мен де кетіп бара жатырмын, пока. Жақсы, давай. Сучка. Девушка, надо Жетісу деген канал жоқ па? Бүгін Аташкин туған күнімен құттықтайтын еді. Жоқ па не? Романтикалық күлмен қонақ үй дайындап қойыңдар. Жан! Дайындап қойыңдар ма уже? Қалай жеттің? Күшті жеттім. Самолет қонатын кезде басым айналып қасымдағы ағаның үстіне қысып. Туалеттің суын ағызамай. Романтикалық дайындап қойдың ба кеш? Дайындайтын шығармын сен. Жынды дайындап қойдың ғой сен. Дайындап қойдың ғой. Ассалаумалейкум, бауырым. Уалейкум ассалам. Темекі берсе, бауырым, барынша бер алғанынша. Маған біреу жазып жатыр еще. Болды бұл. 5000 теңге болды, братан. Қарызға жазып қойсайшы, бәуірім. Братан, мен сені танымаймын ғой, мен қарызға жаза алмаймын. Қарызға бере алмайсың ба не, бауырым? Жо, братан. Онда өзіміз аламыз. Тартып аламыз ба? Иә. Сен бірінші нормально шапка алғаш, бауырым. Болмаса денсаулығын қалайық, бауырым. Онда, братан, денсаулығымды жазып берейін да мен, заявление қылып. Бермейсің ба не сонда? Жо. Сонда жолығамыз ғой. Көреміз ғой. Бол, жұмыстан келе жатырмын қазір. Бала ұсталдың ба? Салам алейкум, жігіттер. Темекілерің бар ма? Бош. Ба, давай ал. Темекілерің бар екен ғой, не? Қарызға сұрап жүрсіңдер. Өтпеді ғой деймін, жарайды. Егер де мен позитивный болсам. Қар жауғанда айтады, қар күреу керек, гамаш кию керек. Қайта күшті емес па? Ауа тазарады. Қыздарды жуындырамыз қарға. Жаңа жыл келе жатыр. Күшті емес, ләззат алмайсың ба? Аза лифт тоқтап қалды, енді не істейміз? Қайта күшті емес па? Бір-бірімізбен сырласамыз, әңгіме айтамыз, душамыз айтамыз. Аза, білә, мен бір қызды 2 қабат қылып қойдым, не істеймін енді? Қайта күшті емес па? Костюм шалбар аласың, той болады, окорочка жейсің. Күшті емес па? Аза қараш, мұрныма безеу шығып жатыр. Қайта күшті емес па? Безеу ертең іріңдеп өсет, дәу ер жетіп өсетті, ертең диплом алып жұмысқа тұрып сені асырайды. Аза бір аяғыңа етік алмайсың ба? Ызғар өтеді, сосын ұрпақсыз қаласың. Қайта күшті емес па? Өзім үшін өмір сүремін, мысық асыраймын. Аза, сен үйім өртетіп жатыр. Қайта күшті емес па? Коммуналдық төлемеймін. Шелекпен соғып көш. Давай. Күреске қатысатындардың әңгімесі. Негізі бойы ұзын адамдармен күрескен оңай ғой, білесің ба? Тез қадалады да ше. Ондай столбының талайын қададым ғой. Құлақты көрдің ба адамда? Жан жоқ қой өзі. Сынып болған қаттың. Пайды бар естерді ешкім аламайды ше. Сетканың ішінде жейміз ғой, по-любому жеп қоямыз да. Пайды негізі спортқа қатысатын болсың ше. Я спортсмен боласың, бандит боласың ба? Сен қайсысың, братан? Біз екінші жол таңдап кетеміз. Азияға барып тұрған жерім ғой, конкретно ше. Просто мен көрім ақшасы біреуді айтып береді ше. Одан кейін спорт бастап кетесің ғой. Кейбір кезде анда-санда залып сағын барам ғой ше. Ағайын әлі жалына ғой, кесейін, алғасын деп ше. Позны ойдап тұрасың. Пайды өзімен қатарларын ешқайсысына бермеймін ғой ше. Қойшы, братан, қисық мараттан алын қапсың ғой? Кім? Мен ба? Үлкен ғой. Рависнигің ғой үлкен. Бір ай болсын үлкенді көрдің ғой. Басқа не жаңалық дегенде өміршінде темекі шегесіңдер ма не? Қоймайсыңдар ма жігіттер? Спорт, денсаулық кепілі. Мен давно қойып кеттім ғой, қойып отыр темекіні. Анау асхат десің ба районда ба? Не болды оған? Темекіні қойды ғой. Айтып берші былай. Ол, короче, былай болады, брат. Ол күніне бір пачка темекі шегетін. Асхат па? Асхат. Темекіні қойды, темекіге құртатын ақшасын 3 жыл бойы жинап, 3 жыл бойы жинап, тридцатқа сатып алды ғой өзіне. Сен де ақша жинап трактор алсаң темекін қойып. Сен до конца тыңдасаң. До конца не болды? Содан кейін ол сол машинаны сатып алып, бір апта ғана байқұс айдады, сол машинамен кетіп барады, аварияға түсіп, қайтып кетті ғой марқұм. Серьезно ма? Брат, содан кейін ғой темекіні қоя алмай жүріп, соны ойлаған сайын вообще шеккім келе береді. Беш бір штук, брат.